Сәлем баршаларыңызға, бүгін тауық етінен котлеты. Бұл тауық котлеті өте пайдалы, және тойымды, және өте дәмді. Құрамы экранда уже көрсетілген. Тауық етін ет тартқыштан өткіземіз, яғни куриный грудинканы мясорубкадан өткізіп шығамыз. Фаршымыз дайын, одан кейін екі жуамызды мясорубкадан өткіземіз. Одан кейін сарымсақты майдалап турап, сол фарштың үстіне бәрін қосамыз. Тауық етінен жасалған фарштың үстіне бір кесе зелень саламыз, яғни петрушка, укроп және көк жуа. Манная крупаны осы дайын болған еттен жасалған фарштың үстіне себелеп салып отырамыз және араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық тұз саламыз, одан кейін горный перец немесе ашты бұрыш приправасы болса, салып жақсылап араластырамыз. Осы тауық етінен жасалған фаршты жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп, езгілеп отырып арқылы араластырып шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды жақсылап құйып, тағы бір мәрте илеп шығамыз. Достар, егер каналым ұнаса, сіздерге каналыма кіріп, подписаться кнопкасын басып, уведомление қосып, лайк немесе комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Бұл тауық котлеттері артық салмақтан құтылуға көп көмегін тигізеді, яғни ПП котлеттері. Дайын болған тауық етін жақсылап бір формаға келтіреміз, домалақ етіп формочка жасаймыз. Одан кейін ұнды тарелкаға салып, ұнға аунатып, табаққа немесе тарелкаға уже дайын күйде қоямыз. Одан кейін табамыздың астын қыздыртып, подсолнечное масло немесе су майын құйып, жаңағы дайын болған котлетімізді қуырып бастаймыз. Және тағы бір ескерту, осы дайын болған котлетті сіз ұнға аунатсаңыз да болады, немесе онсыз тек өзін қуырсаңыз да болады. Котлетіміздің қуырылу уақыты 25-30 минут, яғни бір жағында қуырылған жағында 15 минут ұстайсыз, одан кейін қуырылғаннан кейін екінші жағын 10-15 минут тағы бір ұстайсыз. Табаңыздың қызған-қызуына қарай. Табаңызға барлық котлетті бір мәрте саласаңыз болады, яғни тезірек бітеді және уақытты үнемдейсіздер. Достар, сіздерден өтініш, поделиться кнопкасын басып, WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Сіздермен болған Смагулова Еңлек. Астарыңыз дәмді болсын.